саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен Kaspi.kz приложениесі арқылы СП, яғни единый совокупный платеж, немесе БЖТ деп айтылады, бірыңғай жиынтық төлемді Kaspi.kz қосымшасы арқылы қалай төлеуге болатынын үйренетін боламыз. Ол үшін Kaspi.kz приложениесіне кіресіздер. Одан кейін жоғарыдағы настройканы таңдаймыз, платежиді таңдап аламыз. Одан кейін поисктің строкасына жазамыз СП деп. Сол кезде единый совокупный платеж деп шығады. Осыны таңдаймыз. Место регистрации. Бұл тіркелген жеріңіз, яғни қала ма әлде ауыл ма? Тұрғылықты жеріңізге қарай ауылда болатын болса, біздің жағдайда, онда ауылды таңдаймыз. Период оплаты. СП бір ескере кететін жайт, ол СП өткен айларға төленбейді, тек ағымдағы айға ғана төлей аласыз. Қазір ағымдағы ай апрель болғандықтан 2021 жыл апрель. Осыны таңдаймыз. Окей. Иін платежка. Иінді жазасыздар өз иіндеріңізді. Одан кейін продолжить. Яғни иін жазылғаннан кейін подтвердить деген батырма шығады. Бұл төлем қабылданады. Сіз осы айға төлем төлеген болып есептелесіз.